жинап алыңдар. Неге? Быстро. Клашапа. Таңертең банкет бізде. Ашсын аны. Кім? Маруся! Фарида кеш! Бізде Маруся дейтін жоқ қой. Ту кім еді? Мақпал! Фарида келінше сүт ала қойыңдар мынаны. Кім отырған жерде? Неғып деп жүрсіңдер сіздер? Шақырыңдар! Уақыт болды. Клашапа, уақыт бар ма әлі? Қой кетші шаңдамай болды, все. Банкетмен біз ұйықтамаймыз ба не сәтсең? Клашапа, оны несі жинап отырсың ғой, ертеңге керек қой. Ой, құрғыр. Жатшы бағдар, кетші бар, Клашапа, өзіміз жинаймыз. Бақай. Не болды, да? Не olsun, ne? Тағы ішіп алған. Ішкен жоқ қой? Ішкен жоқпын мені. Ең не масыл Кешеден қалған шығып отыр ғой. Бұл жыл жерге келсе ұрып тұр ғой, бірдің бар. Жыл жерге келсе салқынға шайшы ондай. Салқынға шайшы. Мамам біздің мені. Қайсыған? Маған міне етсің бе? Айтшы мен күтте боламын етін ғой деп. Көтермейді ол. Көтермейді. Көтермейді деп айтып отыр, классасын айтып отыр. Мен қатыны беспаға көтертізген бе? Не оттан көрмедіңдер ма? Кетіңдер бар. Кеттің! Клашапа, Не? не сатып отсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Нан сатып жатырмын, нан. Қаншадан нан бар? Кетші ба шайнамай. Не түсіресің сен? Беспонтовый сотка ұстауға. Нормально сотка ұсташайшы жұрттың балалары құсап. Веселый праздник берем! Құрметті қыздар, сіздерге ақыл кеңес. Жігіттермен жүріп жүрген кезде міндетті сұрағанда одан сен құрылдамайсыз ба деп. Егер құрылдайтын болса, без вариантов күйеуге шықпаңдар. Жүре беріңдер бойдақ болып. Серьезно айтамын. В натуре не вариант. Мен өмірімде Қарағандыға келіп бірінші рет көрдім. Бір адамдар болады ғой, құрылдап жатқан кезде аударып жібересің ғой, аударып жіберген кезде құрылдамай қалады. Ол адам любой положениеде құрылдайды. Мне было так страшно. Қыздар. Это жесть. Продолжай. Шай? Ne zaten kusur? Benim sok kusur. Keçeyim mi? Өзің ұсташайшы не? Тағанда сен күніз? Туған күн емес пе? Өлең айтпайшы. Туған күн емес пе? Keçей қылмай. Туған күн емес пе? Бір өлең. Сағыныш сазы. Şu айтпай бар. Не бақасың? Зақан, братан. Мен де сөмкімді алсайшы. Кетей қылмай. Өзің ұсташайшы. Кетей қылмай. Ернардың туған күн емес пе? Не өтсің үшін? Ернар, рахмет саған. Менікінде сай, мен туған күн анам жауып жоқ қой, лақыт тұрым. Жоқ, просто екеуміз кәне бірге сайды Ернардың туған күні. Сен туған күн емес пе? Өтініш береді, Сапиштің образында бар ғой. Бір өтініш істеп берші. Зың-зың жайы ғой. Осыны қазақ халқына бір күшті жарнамалап жейші, бәрі ішінші. Құрметті достарым, зың-зың деген шайды ішіңдер, зың-зың деген шай, өше күшті шай бар ғой. Соны постоянно бар ғой, таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін сосын бескі шайды тек қана зың-зың шай ішіңдер. Басқа шай ішпеңдер, ма? Образ қалай кетеді енді? Сонда шын айтайын бар, надоел уже реклама бар ғой, надоел. Одан да зың-зың деген қыз тауып бершейші маған керім болса. Осы шайды іше берсең дейдің, зың-зың дейдің. Қойшы құрсын, қойшы, кәдімгі бар ғой, постоянно өтіретесіңдер сөйтіп бар ғой. Мына зың-зыңды іше берсең, серьезно айтамын, ең соңында не подарок екен, короче, айтқанда жеңімпазға қазақ аруы. Зың-зыңды тек қана шай ішіп жүріңдер, ма? Тек қана зың-зың басқа шай ішпеңдерші, пожалуйста, бар ғой. Маған қазақ ару керек. Да? Аты кім еще білесің бе оның? Аты деген. Қазақ аруының? Кім оның аты? Зыңгіл бар. Онда шай ішпеңдер.